нешеу шығатынын көреміз. Жақсылап барлығын бір кетіп араластырыңыздар. Мінекей біздер араластырып болдық. Көк жасын көктеу қылып қоссаңыздар болады. Енді бұндай арнайы пакетке салатын боламыз. Ешқандай тұз, бұрыш қоспаймыз. Себебі өзінің дәмімен тұрған жақсы. Мен осындай көлемде салып шықтым. Шетінен алғанға да оңай. Аса көп немесе аса аз қылып салмаймыз. Осындай орташа есепте салатын боламыз. Суын кішкене астындағы түбін сарқып салып жіберіңіздер. Енді мен қалған түбін барлығын теңге бірдей бөліп салып шығайын. Су қалып жатыр, түбінде көріп тұрсыздар ғой. Суынан, яғни сарқып алатын боламыз. Мінекей, все дайын болды. Енді осы пакетімізді ауасын шығарып аламыз. Ауасын шығарып, осылайына байлап тастаймыз. Қыста қатып тұрған жерден шетінен тек сындырып алып сала бересіздер. Морозильканың бір бұрышына тастасаңыздар жетіп жатыр. Мінекей, бізде бәрі дайын болды. Қараңыздар, қандай әдемі. Мінекей, енді барлығын бір пакетке жинақтап аламыз. Осылайына морозильникте сақтайтын боламыз. Жақсы, сау болыңыздар, ас болсын.